Басеке, мынаған қол қойып жіберіңізші Басеке. 3 айлық есеп қисап қой. Бәрекелді. Басеке? Ау? Кеше сізді орынбасарыңыз үйіне тамаққа шақырмады ма? Шақырған? Неге бармадыңыз? Кеше жоғарыдан комиссиялар келіп тексеру келді ғой. Сол кісілермен жүрдім ғой. Өздерің барып қайттыңдар ма? Бардық. Қалай, жақсы отырдыңдар ма? Ой, жақсы отырдық Басеке. Ой, дастархан деген енді жасап тастаған. 3 тамақ берді. 3 тамақ? 3 тамақ. Жан қиып қайттық. Молодец. Ауыз бірікте болыңдар. Бір мекемеде істегеннен кейін, ана менің 2 орынбасарым бар, өзің бар бас бухгалтер. Бәріміз ауыз бірікте жұмыс істейік. Сол кезде іс алға жүреді. Болды, Басеке. Басеке? Ау? Бір нәрсе айтсам, ешкімге айтып қоймаңыз, е? Айта бер. Сіз орынбасарыңыз жамандады ғой. Қойш? Иә. Не дейді сонда? Хайуан, оңбаған, ешак деді ғой сізді. Мені ма? Иә. Мен айтты демеңізші Басеке. Жоқ, айтпаймын. Ондай орынбасарды ше, құрт жіберсеңізші. Орнынан алып тастасаңызшы ондай орынбасарды. Жаңа қанша тамақ берді дедің? Шу. Сонда 3 тамақ сыйған ішіңе орынбасарымның бір ауыз сөз симей қалды ма? Негізі оны мен өзім айтқам. Сол көпшілік отырған жерде мен туралы жаман сөздер айтшы деп. Өйткені кейін кезде байқап жүрмін да, арамызда сөз таситын бір крысалар пайда болыпты да. Аузы жаман елді былғайды, аяғы жаман төрді былғайды деген. Жұмыстан боссың, кет бар. Заявлениені жаз да, кет жұмыстан. Басеке, мен... Жоғал көзіме көрмейін. Мен сізді... Жоғал деймін. Ұялмайсың ба? Біреудің тамағын ішіп сөзін тасуға. Оңбаған десейші. Сізді ойладым ғой, Кет бар, кет. Басеке, мен сіз... Оңбаған. Басеке! Так, охрана. Ара, бас бухгалтер бұдан кейін жұмысқа кірмейтін болсын. Кіргізбеңдер.